Балқаш қаласында өткен күннің куәсі, көнеден сыр шертетін ескерткіштер жеткілікті. Солардың бірі Желтоқсан көшесінде орналасқан Т-34 танк ескерткіші. Т-34 алғашында зауыт алаңында орнатылған. Бұл танк балқаштықтардың соғыс кезіндегі табанды еңбегіне берілген бағасы болатын. Тарихшылардың айтуынша, бұл танк Балқаш пен Ақшатаудың вольфрамынан және молибденінен құйылған. Соғыс кезіндегі экспонат ескерткіштерді көп жерден кездестіре бермейміз. Ал аталмыш бұл танк Т-34 1978 жылдың 22 ақпанында орнатылған. Соғыс кезіндегі, яғни әскери тарихтың шағында болса, ескерткіші болған бұл танк қаламыздағы ерекше жерлердің бірі.